Қымбатты телекөрермен, бүгінгі біз бағдарлама қонағымен бірге қазақ тілінің қоғамдағы рөлі қалай жүріп жатыр, сол туралы сөз қозғайтын боламыз. Ендеше бүгінгі бағдарлама қонағымызбен таныс болсақ, Кәмшат Нұрмаханова, нөмірі 197 орта мектебінің қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Кәмшат ханым, біздің студиямызға қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар ма? Аллаға шүкір, менің көңіл күйім жақсы. Бүгінгі Рауан бағдарламасына қонақ етіп шақырғандарыңызға рахмет айтамын. Сізге де рахмет, уақыт болып келгеніңізге. Жаңа сөзінің басын айтып өттім, қазақ тілінің бүгінгі қоғамдағы рөлі қалай жүруде? Қазақ тілінің қоғамдағы рөлі өте маңызды. Себебі ұлтты бір-бірінен ерекшелейтін, даралап көрсететін ұлттық болмысы, оның ішінде ең алдымен тілі, әрі қарай салт дәстүрі, әдет ғұрпы, діні ділі болып жалғасып кете береді. Ал ол қазақ тілінің дамуы әсіресе 97% қазақтар тұратын осы Сыр өңірінде өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Көбіне кемшін қалып жататын тұсы ол солтүстік аймақтарда қазақ тілінің дамуы түрлі проблемалар туғызатын да жасырын емес. Жақсы. Енді сізге осы тұста бір сұрақ қойсам бола ма? Қазіргі жастар басқа мемлекеттердегі жоғары оқу орындарына түскісі келеді. Осы бастан олар ағылшын тілінің, кәріс тілін немесе француз тілдерін жетік меңгеру үшін түрлі үйірмелерге қатысады. Олар сол үйірмелер арқылы өзінің туған тілін ұмытып кетеді ме? Олай деп айтуға да болмайды. Қадыр атамыз айтқан кезінде өзге тілдің бәрін біл, бірақ өз тіліңді құрметте деген. Тілді білген жақсы, бірақ өз елінің, өз ұлтының тілін құрметтеуі, қастерлеуі ең бірінші орында болу керек. Өте жақсы. Енді сіздің еңбек өтіліңіз қанша уақыт болды? Осы қазақ тілінің пән мұғалім болғаныңызға? Мен Қызылорда қаласындағы Әбу Құдабаев атындағы нөмірі 197 мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беремін. Бұл саладағы еңбек өтілім 10 жыл. Өте жақсы. Енді бүгінгі біздің студиямызға өзіңіздің авторлық кітаптарыңызды арқалап әкелген екенсіз. Бұл кітаптардың мақсаты қалай? Жалпы кітаптардың да көлемділеу бар екен арасында. Олардың жазып шыққан уақыты қалай? Немесе осы кітаптар жазуыңызға не мақсат, немесе түпкі мақсатыңыз не болды? Негізі авторлық бағдарлама бұл мұғалімнің бірнеше жылғы педагогикалық шығармашылық ізденісінің нәтижесі деп айтсам болады. Мен бұған дейін «Жеті атаңды білесің бе» және «Ғылыми ізденіс жолындағы белестер» атты екі әдістемелік нұсқаулықты жарыққа шығардым. Соның негізінде авторлық бағдарлама жазудың сәті түсті. Бұл авторлық бағдарламамның тақырыбы Мамыр Байдәулетов шығармаларындағы ұлттық рух деп аталады. Ұлттық рух бұл яғни ұлттық болмысымыз, яғни тіліміз, дініміз, салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз туралы кейіпкерімнің әртүрлі жанрда қалам тартқан шығармалары осы авторлық бағдарламада тоғысқан деп айта аламын. Авторлық бағдарлама негізінен 5 бағытты, яғни 5 бөлімді қамтиды. Біріншіден айтыстарындағы ұлттық рух, екіншіден шығармаларындағы адамгершілік, елжандылық қасиеттер, үшінші бөлім мақалаларындағы маңызды мәселелер, төртінші бөлім әндеріндегі елге, туған жерге деген құрмет, бесінші бөлім өлеңдеріндегі өршілдік деп аталады. Бұл бағдарлама негізінен қалалық, облыстық деңгейде жоғары бағасын алғаннан кейін биыл өзіміздің мектебімізде апробациядан өткізу мақсатында 8-ші сынып оқушыларына элективті курс есебінен өтіліп жатыр. Беталысы жаман емес. Оқушылардың кейіпкерімнің шығармаларын талдауда, зерттеуде қызығушылығы, жан-жақты ізденісі байқалады. Жақсы. Негізгі мақсаты осы деп ойлайсыз ғой? Енді сізге сұрағым, кейіпкеріңіздің жақсылап шыққан «Жайсаң ел» кітабында не айтылған? Кейіпкерімнің
2017 жылы Жиенай баспасынан Жақсылар шыққан Жайсаңел атты кітабы жарық көрген. Бұл кітапта негізінен бір ауылдың, бір өлкенің тұлғалары тұрғысында жазылса да, кешегі өткен тарихтың қатпарларын ақтарып, ұлт болмысын ашып көрсетеді. Мына авторлық бағдарламаға жаңа айтып өттім, екінші бөліміндегі шығармаларындағы елжандылық, адамгершілік қасиеттер бөлімінде бірнеше әңгімелері топтастырылған. Яғни үш ұрпақ, ажалды жеңген алып, әлемді таңғалдырған таусоғар, тағы да басқа шығармалары жас ұрпақты спортты сүюге, өнерді қадірлей білуге, батырлыққа, тағы да басқа ұлттық рухтағы шығармалары ұлтжанды тұлға ретінде қалыптасуына өз септігін тигізеді. Енді бұл кітаптың біз сияқты бізден кейінгі жастарға берері қандай? Бұл кітапты оқыған әрбір оқырман ұлттық рухтың қалыптасуына, бойында патриоттық сезімнің ұласуына көп мүмкіндік алады деп айта аламын. Өте жақсы. Жалпы бағдарламаның өзектілігі, ерекшелігі қандай? Маңызды сұрақ. Бұл Мамыр Байдәулетов шығармаларындағы ұлттық рух деген бағдарламаның өзектілігі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өздеріңіз білесіздер, ұлттық рухани жаңғыру жобасын жолдады. Оның ішінде ел рухы бағыты бойынша мәдени қызметтердің қолжетімділігін арттыру, оның ішінде мәдени өнімдерді елге, шетелге таныту мақсаты басты нысана етіп алынған. Бұл ретте сыр бойы жас ақындар мектебінің негізін қалаушы ақын, ұстаз Мамыр Байдәулетовтың шығармалары, оның тәрбиелік мәні өте зор. Ал өзектілігіне келетін болсам, бұл бағдарлама негізінен 2024-2025 оқу жылына арналған министрліктің әдістемелік нұсқау хатының негізінде жазылған. Онда тіл саласы мамандарына қатысты бөлімінде шығармашылық ізденіспен айналысатын мамандардың сол өз елінің ақын жазушыларының, өнер қайраткерлерінің еңбегін насихаттауы басты бағыт етіп, нысана етіп алынған. Ал бұл ретте біздің кейіпкеріміз Мамыр Байдәулетов ұлт руханиятына сіңірген еңбегі үшін 2023 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен құрмет орденін иеленген тұлға. Сондықтан бұл авторлық бағдарламаның ұрпақ тәрбиелеудегі маңызы ерекше деп айта аламын. Қазіргі таңда ұлттық рухты ұрпақ бойына дарытудан не жетіспей жатады? Дұрыс айтасыз, ең алдымен ұлттық идеология жетіспей жатады деп айта аламыз. Мәселен, мен естимін, тілі енді шыға бастап келе жатқан 2-3 жастағы бүлдіршін өзінің отбасында үйретпесе де, сол тілде сөйлемесе де, кейде орысша, ағылшынша шүлдірлеп жататыны көрініс тауып жатады. Ол яғни оның күні бойы әлеуметтік желіден, қолдарындағы ұялы телефоннан және теледидардан көретін мультфильмдерінің әсері деп айтуға болады. Сондықтан мынау ұрпақ санасында мультфильмдердің, кинолардың көретін маңызы өте зор. Ал мектепке келетін болсақ, мектептерде, сыныптарда тәрбие сағаттарының өтуі көп көмегін тигізеді. Сонымен қатар мен жаңа өздеріңізге таныстырып айтып өткен авторлық бағдарлама осы ұрпақтың бойында ұлттық рухты қалыптастыруға, дарытуға бірден бір себепші құрал деп айта аламын. Себебі курстың мазмұны адал азамат тәрбие бағдарламасымен үндеседі. Ондағы адамгершілік, елжандылық, адалдық,
патриотизм сияқты қағидаттар Мамыр Байдәулетовтің шығармаларының рухымен сәйкес келіп жатады. Сондықтан бұл бағдарламаның ұрпақ тәрбиелеудегі маңызы өте зор, жақсы бағыт береді деп айта аламын. Өте жақсы. Енді Кәмшат ханым, жалпы сіз оқушыларға қандай талап қоясыз, немесе үйге қандай тапсырманы жиі бересіз? Біздің мектеп негізі қазақ орта мектебі болғандықтан сыныптардың барлығы қазақ сыныптар. Бізде нағыз жаңағы қазақылықтың қаймағы бұзылмаған қасиетті киелі шаңырақ деп айта аламын. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында оқушылардың әдебиетке, тілге деген қызығушылығы байқалып жатады. Мәселен, олар мысалы әдебиет сабағында жыр жаттау, немесе толғауларды, кез келген жаңағы шығармаларды мәнін, мазмұнын ұғып баяндауда олардың еркін сөйлеуі, ойын жан-жақты жеткізе алу қабілеті әрі қарай дамиды. Ал қазақ тілі сабақтарында мен көбіне жаңағы бөлім бойынша жиынтық бағалау деп айтып жатамыз, көбіне диктант алуға тырысамын. Яғни ол диктант алып, онан кейін қатемен жұмыс жүргізу баланың сауатты, еркін жазуына, қазақ тілін жетік меңгеруіне көп мүмкіндік береді. Өте жақсы. Кәмшат ханым, біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Сізге рахмет, осылай қазақ тілінің қоғамдағы рөлін айтып бергеніңізге, уақыт бөліп келгеніңізге де алғысымды айтқым келеді. Олай болса, қымбатты телекөрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі айдар кішкентай бүлдіршіндерімізге арналған мультфильмге кезек береміз.